барлығы отшашуларды жақсы көреді. Олар шығаратын жарықтарды, түстерді және әрине де үлкен бумды. Бірақ отшашудың тарихы тек құшақтасу мен тойлаулар ғана емес. Ғаламат отшашулар пайда болмас бұрын Қытай химиктері бұл жарқын жарықтарды аспанға апаратын негізгі ингредиентті ойлап тапты. Бұл өнер табысты біз қазір оқ-дәрі деп атаймыз. Біздің хикаямыз ежелгі Қытайда 19 ғасырдың ортасында басталады. Мұнда ертедегі Қытай алхимиктері өлместікке арналған дәрі-дәрмекті жасауға тырысқан. Оның орнына олардың жасағаны көптеген үйлерді өртеп жіберетін жанғыш ұнтақ болып шықты. Олар алаулы дәрі деп атайтын бұл қара ұнтақ мәңгі өмір сүруді мүмкін ететін нәрсенің қарама-қарсысы екенін тез арада түсінді. Сол кездерде қытайлар ұнтақты қалай жару керектігін әлі де білген жоқ. Ол тек тез жанғыш нәрсе ғана болды және Қытайдың әскері бұны отты жебелер, тіпті отшашарларды жасауға қолданған. Бірақ олар жарылыс жасау үшін ингредиенттердің дұрыс пропорцияларын анықтағаннан кейін ұнтақты одан да көп қолдана бастады. Зұлым рухтардан аулақ болу үшін отшашуларды және моңғол басқыншыларынан қорғану үшін бомбаларды оқ-дәріден жасап жүрді. Дәл осы моңғолдар оқ-дәріні ойлап табуды бүкіл әлемге таратқан болулары мүмкін. Соғыс майданында қытайлықтардың шабуылына тап болғаннан кейін олар ұнтақты қалай өндіруді өздері үйренді және бұны Парсы мен Үндістанды басып алу жорықтарына қолданды. Рубрук Вильям, моңғолдардағы Еуропаның елшісі, 1254 жылы дәріні Еуропаға қайтару үшін жауапты болған болуы мүмкін. Осыдан инженерлер мен әскери өнертапқыштар жойқын қарудың барлық түрлерін жасай бастады. Бомбалардан бастап мылтықтар мен зеңбіректерге дейін дәрі ауада әдемі белгілерді қалдырудың орнына әлемде жағымсыз ізін қалдырды. Сонымен қара ұнтақ отшашуларды аспанға қалай жеткізеді? Бұрынғы уестерндерді немесе мультфильмдерді көрген боларсыз. Онда дәрінің ізі жанып, үлкен және жарылғыш бөшкеге әкеледі. Өрт бөшкеге жеткеннен кейін үлкен жарылыс пайда болады. Бірақ неге дәрі бөшкеге жетер жолдың өзі жарылып кетпейді? Бұның себебі ұнтақтың жануы энергия мен газдың пайда болуына алып келеді. Ол із жанып тұрған кезде газдар қоршаған ауаға оңай шығып тұрады. Бірақ дәрі бөшке ішінде болатын болса, энергия мен газдар оңай шыға алмай, бум болғанша жиналады. Отшашулар канистрлерінің шығатын энергияны бағыттайтын жалғыз тесігі болады. Пілте дәріні жандандырады да, энергия канистрден шығудың ең оңай жолын тауып, отшашуды аспанға көтереді. Кейін жалын отшашудың корпусына жетіп, биіктікте дәл осы реакция жүзеге асады. Сонымен Қытай алхимиктері ешқашан мәңгілік өмірге арналған қосындыны таба алмағанымен, олар бүкіл өркениетті қалыптастыратын, адамзат тарихындағы көптеген қайғылы сәттерді тудыратын және әлі де мерекелерде біз түрлі түсті түнгі аспанға қарағанда бізге үміт беретін нәрсені тапты. Сізге қызық болған ағылшын тіліндегі видеоларды қазақша көргіңіз келсе, сілтемесін комментарийде қалдырыңыз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.